Біздің өзі бұлақ журналын 2002 жылдың ақпан айынан бастап шыға бастадым. Оқырмандардың оқитын аудиториясы негізінен мектеп оқушылары, бірақ бұл журналдан балабақша тәрбиешілері де, ұстаздар да, ата-аналар да пайдаланады. Тақырып аясына келетін болсақ, жан-жақты тақырыптардың мектеп бағдарламасына сәйкес, мектеп бағдарламасында бар, бірақ балалар іздеп таба алмайтын тақырыптарды журналға жариялауға тырысамыз. Сондай-ақ біздің белсенді тілегіміз, әрине оқырмандар күніне бізге аз дегенде 15-20 хат келеді. Сол хаттардың ішінде оқушылар өздерінің арманын, ойын, пікірін, болашағы туралы толғанып, ой толғауларын жібереді. Әрбір хатты пайдаланып, бір-екі сөйлеммен болса да, балалардың армандарын, мақсатын журнал бетінде жариялауға тырысамыз. Әрине, келген бүкіл хаттарды бірден журналға жариялау, оны толық қамту мүмкін емес. Өйткені балалар басылымы айына бір рет шығады. 28 бет, оның енді 4 беті мұқаба болып, 2 беті мұқаба, ішкі беттерде өзінің алатын тақырыптық материалдар бар. Дегенмен, әрбір оқырмандарымызды ренжітпеуге тырысамыз, әрқайсымен жеке-жеке хат арқылы сыйласамыз, өзіміздің шама-шарқымыз жеткенше бағыт-бағдарымызды береміз. Болашақта, мысалы, бір әңгіме жазса, сол әңгіменің желісіне қарай қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс, шын өзінің жазған әңгімесі ма, әлде жаңағы еліктеп, бір ақын жазушының ойларын көшіріп алды ма, әрине ой көшіруінде мысалы ұрлық екен, оның мысалы болмайтынын түсіндіріп, хаттар жазып отырамыз. Біздің әрбір жіберген жауабымызға жауап аламыз. Енді біз сол оқырманның сыйласып, сол оқырманның талап-тілегін орындауға тырысамыз. Журнал бетінде жастарды, балаларды ұлтжандылыққа тәрбиелейтін көптеген рубрикаларымыз бар. Мысалы, батыр бабалар, тұлға, бала ғұмырдың бір сәті, жеріміздегі жеті жауһар, айта берсек, бұндай рубрикаларымыз өте көп. Соның ішінде ұлттық дәстүрімізді де, тілімізді, дінімізді, балалардың имандылыққа тәрбиелеу мәселесінде қамтып отырамыз. Мысалы, бізде алғашқы кезде денсаулық гигиенасы деген жаңа рубрикамыз болды. Бұл рубриканы дәрігер, журналист Абай Мауқаралы жүргізеді. Енді биылдан бастап біз рухани тазалыққа көштік. Оның материалдардың мазмұнында балалардың имандылыққа қалай тәрбиелеу керек, көршімен қалай өмір сүру керек, қалай мысалы үлкендермен қарым-қатынас жасау керек дегендей көптеген мәселелерді қамтып отырамыз. Енді журнал негізінен балалардың шығармашылығына арналған, өйткені журналымыз республиканың әрбір түкпіріне, әрбір мектебіне тарайды деп айтуымызға болады. Әрбір мектеп бір данадан болса да алып отырады. Әрине, қазір бүкіл мектепті, бүкіл ауылдағы мектеп оқушыларын журналымызбен қамтып үлгердік деп айтуға асығыстық болар. Өйткені жалғыз балалар журналы қазір жылдан жылға көбейіп жатыр. Әрине, журнал басылымдарының көбейгені жақсы. Өйткені балалар әр басылымнан өзіне қажеттісін тауып оқиды, содан көп мағлұмат алады. Сондықтан бір үйге бір журнал, бір мектепке бір журнал алып жатқанның өзіне үлкен жетістік деп ойлаймыз. Өйткені ол журналды бүкіл мектеп оқушысы оқиды, ол журналды сол мектептегі мұғалімдер оқиды, қажет болып жатқан жағдайда ата-аналар алып оқиды. Бізге тіпті ата-әжелерден де хат келіп жатады. Олар өздерінің мысалы бала тәрбиесіндегі ұсыныстарын, немесе өздерінің тәжірибелерін жазып жатады. Соның бәрін осы журнал бетінде жариялап отырамыз. Енді біздің шығармашылық топтың жетістігін айта кетуге болады. Сол тынбай, тындырымдылықпен, шығармашылықпен, ізденіспен атқарған жұмысымыздың жемісі деп 2006 жылы журналымыз 6 жылғы сыйлығының иегері атанды. Бұл жалғыз біздің шығармашылық топтың емес, бізге жанашыр болған, бізге қолдаушы болған азаматтардың, ата-аналардың, оқырмандардың жетістігі 6 жылдың ішінде 7 жылға кетіп бара жатыр. Бірлесіп атқарған жұмысымыздың жемісі деп бағалаймыз.